Біздің үйдің маңындағы көлде құндыздар мекендейді. Құндыз дегеніміз орысша бобер. Көріп тұрғаныңыздай, көлдің жанындағы ағаштарды кеміріп, жонып тастаған. Құндыздар бұлақтың немесе шағын арықтың арнасында бұралады. Келесі көршіміз ол тоқылдақ. Видеодан көргендеріңіздей ағаштардың бәрін тиесіп, дымын қалдырмаған. Міне кейіпкеріміздің өзі қара тоқылдақ. Қара тоқылдақ Европадағы ең үлкен тоқылдақ болып есептеледі екен. Тоқылдақтың бас сүйегінің мықтылығы күніне 10.000 соққыға шыдауға мүмкіндік береді екен. Осындай аң құстардың тіршіліктеріне қарап, оларға бұл дүниеде әртүрлі міндет жүктеліп қойғанын түсінемін. Мысалы, бана құндыз ағаштарды жонып, кеміріп, оларды құлатып, одан кейін олардан жаңағыдай көпір жасайды екен. Ал тоқылдақтар мысалы ағашты тесіп, ішінен құрт құмырсқа, шыбын-шіркейлердің жұмыртқаларын алып тазалайды екен. Біздің де өмірімізде үлкен мән, мағына, жауапкершілік пен міндет жатырғанын осыларға қарап білуге болады.